Алимент дегеніміз не? Алиментті кім талап ете алады? Және оны кім төлеуге міндетті? Алименттерді талап етудің тәртібі қандай? Алименттердің мөлшері қандай? Және де ол төленбеген жағдайда не болады деген сұрақтарға бүгін бұл видеода мен сіздерге жауап беруге тырысамын. Егер де қызық болса, онда видеоны әрі қарай көреміз. Баршаңызға сәлем, заңгер Әйгерім Ермекбайдың каналына қош келдіңіздер. Видеоны бастамас бұрын міндетті түрде осы каналға жазылып, колокольчикті басып қойсаңыздар болады. Алименттер дегеніміз неке және ерлі-зайыптылық кодексіне сәйкес бір адамның басқа оны алуға құқы бар адамға ұсынуы міндетті ақшалай немесе материалдық асырау. Алименттердің ең көп таралған түрі ол баланы асырауға төленетін төлемдер. Бірақ та алименттерді балалардың анасына және өздерін асырай алмайтын зайыбына, сондай-ақ ата-анасына төленуі мүмкін. Баланы асырау ол ата-анасының міндеті. Бұл жерде ата-анасының заңды некеде болуы болмауы ешқандайда маңызды рөл атқармайды. Алимент 18 жасқа дейін төленеді, бірақ кейбір жағдайларда 21 жасқа дейін төленуі де мүмкін. Егер де бала күндізгі оқу орнында оқитын болса. Алименттер ай сайын төленуі керек. Оның мөлшері қандай? Соған тоқтала кетейік. Егер де бір балаға болатын болса, онда ата-анасының 4-тен 1 жалақысы, яғни 25%. Ал егер де 2 бала болатын болса, онда ата-анасының 3-тен 1%, ол шамамен 33% құрайды. Ал егер де 3 және де одан көп бала болатын болса, онда ата-анасының 2-ден 1, яғни 50% жалақысынан төленуі тиіс. Кейбір жағдайларда бұл жазылған мөлшер өзгеруі мүмкін, себебі ата-ананың материалдық жағдайлары немесе өзге де осы мөлшерге әсер ететін жағдайлар болуы мүмкін. Сол материалдық жағдайларға байланысты бұл мөлшерлер көбеюі мүмкін және де азаюы мүмкін. Бірақ кез келген жағдай орын алған жағдайда да ата-анасының 50% жалақысы қалтасында қалуы тиіс. Ал егер де әкесі жұмыссыз болса қандай мөлшер болады? Онда сол әкесі тұрып жатқан елді мекеннің орташа айлық есептік көрсеткішімен есептелінеді. Әрі қарай сотқа арыз беру үшін қандай құжаттар қажет? Соған тоқтала кетейін. Бұл жерде екі фактор бар әсер ететін, яғни бұл жерде баланың туу туралы куәлігінде егер әкесі көрсетілген болса, және де баланың туу туралы куәлігінде әкесі көрсетілмеген болса. Егер де туу туралы куәлікте әкесі көрсетілген болса, онда алиментті өндіру туралы сотқа арыз жазамыз. Екіншіден, баланың туу туралы куәлігі. Үшіншіден, өзіңіздің жеке куәлігіңіз. Төртіншіден, баланың денсаулығы жайлы анықтама. Бұл анықтаманы бала қай жердің жаңағы емханасында тіркелген, поликлиника дейміз, сол жерден алуға болады. Бұл жерде ешқандай да мемлекеттік баж, яғни сотқа госпошлина төленбейді. Бұл жерде соттың бұйрығы шығады. Соттың бұйрығы шығады 3 жұмыс күн ішінде. Ал егер де мына жерде әкесі туу туралы куәлігінде көрсетілмеген болса, осы құжаттарға Міне осы 4 құжатқа 5-ші және де
әкесін анықтау мақсатында ДНК сараптамасы өткізіледі. Және де әкесімен түскен суреттер дәлел ретінде видео және де куәлердің айғақтары. Бұл жерде соттың шешімі шамамен 2-3 ай. Бұл жерде соттың шешімі шамамен 2-3 айдың ішінде шығады. Және де бұл жерде айта кететін нәрсе, ДНК сараптамасы бұл кез келген адамның қалтасы көтере бермейтін сома тұрады. Басында арыз берген кезде бұл ДНК сараптамасын әрине арыз берген адам, яғни анасы төлейді. Бірақ кейіннен соттың шешімі шыққаннан кейін бұл сараптамаға кеткен расходты әкесінен сот өндіріп береді. Мына жерде соттың шешімі деп жазып қояйын. Алайда сотқа алиментті өндіру туралы арызды бермей тұрып, мына жағдайды ескерген жөн. Еңбекке жарамды, кәмелетке толған балалар өзінің мұқтаж ата-аналарын асырауға және де оларға қамқор болуға міндетті. Егер де балалар өзінің еңбекке жарамсыз ата-аналарын ерікті түрде асырай алмайтын болса, онда оның ата-анасы соттан балаларынан алиментті өндіріп алуға құқы бар. Алайда кезінде өзінің міндеттемелерін дұрыс орындамаған ата-аналарға сот балалардан алимент өндіріп беруі екіталай. Сондай-ақ ата-ана құқығынан айырылған ата-аналарға балалары алимент төлемейді. Сондықтан да айта кететін жайт, егер де сіз сотқа барып, арыз арқылы алимент балаңызға өндіретін болса, кейін болашақта оның әкесі еңбекке жарамсыз болып қалатын болса, яғни ол болашақта әкесі сол алимент төлеген баласына керісінше өзіне алимент өндіріп алуы мүмкін. Осымен достар, бүгін сіздерге алимент жайында біраз ақпаратпен бөлістім, пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де сұрақтарыңыз болса, төменде комментарийге жаза кетіңіздер. Каналыма міндетті түрде жазылуды ұмытпаңыздар. Видео ұнаған болса, лайк басыңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау саламат болыңыздар.